Бүгін премьер-министрдің бірінші орынбасары Өмірзақ Шүкеев жұмыс сапарымен Өскемен қаласында болды. Ол тұрғын үй коммуналды шаруашылық саласына реформалау жөніндегі бағдарламаның орындалу барысымен танысты. Бүгінде Өскемен қаласында бірнеше көп қабатты жаңа тұрғын үйге жаңа әдістеме бойынша күрделі жөндеуден өткен. Бірақ әкімдікке тұрғындар тарапынан әлде талай өтініштер келіп түсіп жатыр. Бұл туралы келесі бейнекөріністе. Өскемен қаласында жаңа бағдарлама бойынша күрделі жөндеуден өткен тұрғын үй бір ай бұрын пайдалануға берілді. Құрылыстың сметалық құжатын тұрғындардың өзі жасаған. Мәселен, осы үйдің тұрғыны Людмила Радик бұл жұмыс қолға алынған күннен бастап экономист пен заңгердің қызметін өзі атқарыпты. Мердігер компанияны да Людмила өзі тапқан. Ол жөндеу жұмыстарын жүргізген мемлекеттік құрылыс мекемесі қаржыны үнемді жұмсағанын айтады және 3 жылға кепілдік те беріпті. Сондай-ақ құрылыс компаниясы кейбір ақауларды өз есебінен жасап беруге уәде берген. Тұрғындар жұмыс көлемін өздері анықтайды. Шатырын, үйдің сыртын, коммуникациялық желілерін қалыпқа келтіре ме, оны өздері шешеді. Әрине, бұл тұрғындардың қаржылық жағдайына байланысты. Бұл Өскемен қаласында 20 көп қабатты тұрғын үйді күрделі жөндеуден өткізу жоспарланып отыр. Бағдарлама 3 кезең бойынша іске асады. Олар үй шатырын, сыртын, жылу сақтайтын коммуникациялық желілерін қалыпқа келтіру. Бұл алғаш рет бұл жұмыстарға жаңа материалдар мен өзгермелі температураға төзімді арнайы бояулар қолданылып отыр. Сондай-ақ тұрғын үйдің кіреберісіне жылу шығармайтын арнайы есіктер қойылуда. Понятно, как это жители воспринимают, насколько они сознательны. Тұрғындар жөндеу жұмыстарына ай сайын орта есеппен 2,5 мың теңге төлейді. Олар күрделі жөндеу жұмыстарына алынған несиені 7 жылда өтеп бітулері қажет. Өмірзақ Шүкеев әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға мемлекет қаржылай қолдау көрсететіндігін жеткізді. Оларға аудандық әлеуметтік қамту басқармалары арқылы субсидиялар беріледі. Тұрғындар арасында қажетті қаржыны бірден өтеуге ниеттілер де бар. Олар үйдің шаршы метріне қарай 150 мың теңгеден 300 мың теңгеге дейін төлейді. Даже многие, которые сказали, что мы сразу выплатим эти суммы. Многие люди, которые... Не тянуть там 7 лет, сразу выплатим. Это воля ваша. Ал Миновна елді мекенінде күрделі жөндеу жұмыстары енді басталады. Өскемен қаласының маңындағы бұл ауылда зейнеткерлер көп тұрады. Бірақ қарт тұрғындар мемлекеттік бағдарламаны іске асыруға белсенді ат салысып отыр. Бүгінде 5 көп қабатты тұрғын үйді жөндеу бойынша құжаттар жасалып қойды. Жұмыс келесі жылдың сәуір айында басталмақ. Құрылысшылар үйдің шатырынан бастап жер төлесіне дейін қалыпқа келтіруге уәде беріп отыр. 7 жыл болса дағы оның уақытына қарамай үйді түгел құбырларын жөндеуге бел байладық. Өйткені коммуналдық шаруашылығының басшылары келіп біздің үйлердің 65 жылы салынғанын анықтап, барлық құбырлары шіріп кеткені, іске жарамайтындығын анықтап халыққа түсіндірді. Жұмыс сапарының соңында Өмірзақ Шүкеев тұрғын үй коммуналды шаруашылық саласын модернизациялау жөніндегі бағдарлама бойынша селекторлық жиын өткізді. Мемлекет бұл мақсатқа 7,5 миллиард теңге қарастырып отыр. Жоспар бойынша 2020 жылға қарай республикада көп қабатты тұрғын үйдің 90% қалыпқа келтірілмек. Ғани Дәулетбақызы, Дмитрий Крюкович, Дмитрий Пыхтин, Хабар, Өскеменнен. Төтенше жағдайлар